Алтыншы дәрісімізді бастаймыз. Алдамасаң сата алмайсың. Осы сөздерді кей адамдардан жиі естуге болады. Кеңес заманында саудаға деген көзқарас теріс болатын. Алып сатар сөзі дөрекі сөз ретінде қолданатын. Тіпті қазірде баз біреулер бизнесті алдаумен ұқсаттырады. Алдау сіздің дамуыңызға, сіздің бизнесіңіздің дамуына негіз болмайтынын түсіну керек. Не ексең, соны аласың демейді ме халық? Біздің ойымыз, сөзіміз, іс-әрекетіміз бумеранг секілді өзімізге қайта оралады. Арамдықтан ең бірінші өзіңіз таяқ жейсіз. Егер сіз өз бизнесіңізді ұзақ уақытқа құрғыңыз келсе, барлығымен адал болыңыз. Forbes журналының ақпараты бойынша таза адал бизнес жүргізу үшін ең әуелі өзгемен адал, одан кейін өз-өзіңмен адал болу керек. Өзгемен адал деген сөз клиенттерімен, қызметкерлерімен, партнерларымен шыншыл бол деген сөз. Нәтижесінде өз араларыңызда сенім пайда бола бастайды, ал сенім пайдаға алып келеді. Өз-өзіңмен адал бол деген сөз, сіз өз жүрек қалауыңыздағы іспен айналысуыңыз керек деген сөз. Мен басында айтып кеткендей, биік нәтижеге қол жеткізу үшін сіз өз сүйікті ісіңізбен айналысуыңыз керек. Қазір дүниеде жетістікке жетер жолдың қайталанбас серігі іскерлік қарым-қатынастағы адалдық пен шындық. Жақсы абырой алу үшін жылдар керек, ал абыройдан жұрдай болу үшін бір-ақ мезет.